Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ақша туралы қызықты деректер айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазіргі кезде ақшасыз өмірді елестету қиын. Құнды қағазды ойлап тапқалы адамзат өмірі едәуір жақсарған. Бұл біз өмір сүріп жатқан қоғамдағы жағдай. Ал ақшаның не екенін білмейтін, ол қағаздың маңызын түсінбейтін ел тұрғындары күні бүгінге дейін бар. Жаңа Гвинеядағы Амазонка мен Папуа джунгляларының тұрғындары ақшаны білмейді екен. Бүгін осы ақшаға қатысты қызық мәліметтерді ұсынатын боламын. Орта есеппен қағаз ақшалар қолданыста 3 жыл көлемінде тозады, ал америкалық долларлар 8-9 жылға дейін өмір сүреді. Екінші, әлемдегі ең танымал блокнота ақштың $100. Қағаз ақша алғаш болып Қытай мемлекетінде 3000 жыл бұрын пайда болды. Әйгілі доллар белгісі ақш мемлекеті құрылмай тұрып, мексикалық песоның белгісі болған. Доллар белгісі 1778 жылы америкалық бизнесмен Оливер Паллок ойлап тапқан. Колумбиялық есірткі сатушысы Пабло Эскобар полициядан қашып жүргенде $2 миллион жағып, отбасымен бірге жылынған екен. Қалай, сіздерге болар қызық па? Ең алғаш рет 1918 жылы Американның федералдық банкі телеграф арқылы тұңғыш рет ақша аударымын жасаған. Америка құрама штаттарында құнды қағазға тек қана қайтыс болған адамның суреті бейнеленеді. Шығарылған ақша банкноттары тозығы жеткенше 30-50 мың адамның қолынан өтеді екен. Жиі пайдаланылатын ішіндегі ең лас құралдың бірі ол ақша. Дүние жүзі бойынша ең танымал ақшаның түрлері доллар, франк, песо деп аталады. Сирек кездесетін $2 ақштың тәуелсіздігінің 2 жылдығына орай санаулы тиражбен ғана шығарылған. Американдық $100 купюралық $1 миллион салмағы 10 килограммды құрайды. Таиландта банкноттарда корольдің суреті бейнеленгендіктен аяқпен басуға тыйым салынған. Дүние жүзі бойынша 1996 жылы Аустралия ең бірінші болып пластикалық банкноттарға көшкен. Ақша туралы тағы да осындай видеолар ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сізге қандай ақпараттар қызықты болатын еді? Комментарийға өз ойыңды жазып кетіңіз.